A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Tak, ötken dersimizde mal jayında. Mal deganimiz ne? Onu qalay tushunamiz? Yani tovar. Onun iki şartı var edi. Onu ayttık. Yani de maldı türlü er жағынан, yani er türlü bir sebepтермен оны er türlü bir bölümдерге bölüge болады, кысымдарга. Соның біреуі тауардың мысалға адамның қолында болып ол çok болып өткен кезде оның құны төлене ме, төленбей ме? Соған қарай біз тауарды, яғни малды мутақауим, ғайру мутақауим деп бөле аламыз. Мутақауим, ғайру мутақауим. Яғни құнды мал, құнсыз мал. Мутақауим сосын ғайру мутақауим. Құнды, құнсыз деп. Алдарынан осылай. Енді мутақауим сөзі екі мағынада қолданылады. Юстамал фи ма'найейн. Екі мағынада қолданылады. Әл-әуәл, біріншісі ма юбаху әл-интифау бихи. Пайдалану мубах болған зат. Мутақауим бірінші мағынасы. Пайдалануы мубах болған. Сен оны қолдансан, мысалға өзінің керекті бір ісіне, мысалға мубах, шариат оны саған тыйым салмайды. Ол бірінші мағынасы. Вәссәни, екінші мағынасы бима'нал мал әл-мухрас, мүлікке өткен малға айтылады. Адамның несіне, мүлкіне жаңағы мүлкі болған затқа мутақауим деп те айтылады. Екі мағынасы бар. Сөйтіп, бірінші мағынасы мубах болған зат, яғни пайдалану мубах болады. Екінші мағынасы мүлікке өткен зат. Жеке меншікке, меншігіне өткен зат. Ол екінші мағынасы. Бұл жерде мысал келтіріп жатыр. Фассамак фил бахар ғайру мутақауим. Теңізде немесе судағы балық, ол ғайру мутақауим есептеледі. Яғни құнсыз есептеледі. Екі мағынаға қарағанымызда, аслында екі мағына емес, екінші мағынаға қарағанымызда. Мысалға, балық өзі мал есептеледі. Дұрыс, мал есептеледі. Бірақ енді мутақауим, жоқ, ғайру мутақауим деп қарағанымызда, теңізде, яғни сенің меншігіне әлі өтпегеннен кейін ғайру мутақауим болады. Түсінікті ме? Фаиза устида сара мутақауиман бил ихрас. Ал енді оны аулап алғаннан кейін ол сенің меншігіне өтті. Артық бұдан кейін мутақауим болады. فالمعنى الأول هو معنى المال الشرعي والثاني معناه عرفي. Biz жаңа бұл жерде мутақауимнің екі мағынасын бердік қой. Бірінші мағынасы шәрғи мағынасы. Екінші мағынасы үрфи. Яғни адамдардың арасында бір әдет, яғни үрф, белгілі бір мысалы елді мекенге қатысты үрфи болып кеткен. Шәрғи қайсы? Шәрғи қолдану мубах болған. Шариат саған тыйым салмайды. Екіншісі, яғни сенің меншігіне өту керек дейді. Ол үрфи мағынада. Екі мағынада да қолдана береді. Бірақ бізге бұл жерде маңызды болған, екі мағынада да мутақауим сөзі айтылған екі мағынада да қолданыла береді. Бірақ біздің бұл жерде мән беретіміз ең басты неміз, ол шариат тұрғысынан мубах болу. Шариат оған рұқсат беру керек. Енді келейік. Біз
бірінші дәрісімізде малды түсіндірген кезде біріншіден адамның оған қажеті болу керек, және оны сақтау мүмкін болу керек деп айтқан едік. Бұл айтылған анықтамаға қараған кезде кейбір харам нәрселер де кіріп кетеді. Мысалы, хамыр және хынзыр сияқты. Өйткені біздің шариатымызда ол жаңағындай есептелмесе де, қабыл етілмесе де, бірақ басқа діндерде, мысалы, яхуди, христиан діндерінде есептеледі. Біз айтқан едік, я бір топ, еді барлық қабыл ету керек. Біз қабыл етпесек те, бірақ басқа дін иелері, кітап иелері оны қабыл етпейді. Сол үшін оған біз мал деп үкім береміз. Тауар болып есептеледі. Бірақ енді ол бірінші стадиясы. Екінші стадиясына келген кезде, кәні керек. Мутақауим ба жоқ, ғайру мутақауим ба? Ғайру мутақауим болып шығады. Неге? Өйткені шариат оған тыйым салады. Сол үшін ғайру мутақауимға түседі. Мал, бірақ екінші сатыда, екінші кезеңде түсіп кетті. Ғайру мутақауим, яғни құнсыз мал, бірақ құнсыз малға айналды да. Бағасы жоқ мал есебінде қаралады. Мысалы, кез келген бір зат, мысалға бір уыс топырақты бүйтіп алдым. Бір уыс топырақ. Енді бұл топырақ мал есептеле ме? Мал есептеледі. Мал деп айта аламыз оған. Бірақ мутақауим ба, ғайру мутақауим ба? Не? Құны жоқ. Түсінікті ме? Мал, яғни жоқ зат есебінде. Бұл да дәл сол сияқты. Мысалы, хамыр мал деп аламыз, бірақ екінші стадиясында ол ғайру мутақауимге түседі. Яғни құнсыз тауар есебінде болады. Енді бұл жерде қандай несі бар? Бұны, яғни мутақауим, ғайру мутақауим деп бөлуіміздің бір пайдасы қай жерде көрінеді? Пайдасы көрінеді екен. Қай жерде ғайру мутақауим болған бір зат сенің қолында болып, ол бір себеппен жоқ болып кететін болса, мысалға, оның құнын төлеу саған уәжіп болмайды. Түсінікті ме? Шарт болмайды. Сен оны саған, сен ана кісіге не болмайсың? Қарыз болып қалмайсың. Мысалға, екі мұсылман кездесті. Біреуі екіншісінен хамыр сатып алды. Түсінікті ме? Біреуі екіншісінен хамыр сатып алды. Ақша берді, ана хамыр алды. Шариат бойынша бұл сауда жайыз емес. Түсінікті. Енді біз хамырға не дейміз? Мал дейміз. Мал болғаннан кейін мал, бірақ ғайру мутақауим болды. Қай жерде көрінеді? Шариат үкіметі келеді, заң ғой енді. Айтады, мысалға, бұл сіздің сауданыз жайыз емес. Бұл келісім шартты бұзып тастау керек. Яғни, не деген сөз? Мысалға, ақшасын анау алған болса, ақшасын қайтарып беру керек, анау анаған хамырды қайтарып беру керек деген сөз. Осы мағына ашады. Енді анау хамыр сатып алған кісі не істеді, оны жоқ бұл жерде. Жоқ. Не істеу керек бұл жерде? Шариғат келеді, мен жоқ дейді. Хамыр жоқ болып кетті дейді. Хәләк болды дейді. Онда ешнәрсе етпейді, сен оған қайтармаса да болады, бірақ ана ақшасын саған қайтарып беру керек дейді. Түсінікті ме? Не өткені? Ғайру мутақауим. Құнсыз өткені. Яғни оның бір ақшалай бір оның бір несі жоқ, қарсылығы жоқ деген сөз. Осы жерде оның пайдасы. Бірінші пайдасы осы жерде. Иә, дұрыс айтасың. Кез келген ғайру мутақауим осылай болады. Екіншіден, бүкіл муамалаттың бөлімдерінде, мысалға, сауда, оны бейр деп айтамыз. Сауда. Сосын ижара, аренда. Сауда, аренда, ижара дейді оны. Олар муамалаттың нелері, бөлімдері. Сол сияқты хибе, сыйлау, біреуге мысалы сыйлық беру мәселесі. Сосын рәхін, мысалы залог беру. Сен біреуден қарыз алатсың, ақшалай. Қарыз беруші адам біраз қорқақтайды. Яғни сен бермей қалуың мүмкінсің.
Оның құқығы, мен саған қарызыңды берем, бірақ сен залогқа бір нәрсе тастап кет дейді. Рехн, ол жайыз шариат бойынша. Мысалға, бейр, аренда, яғни сауда, аренда, сыйлық, хибе дейді оны. Сосын жаңағы рехн, залог мәселесінде о ширке ортақтық, екі кісі бір жерге жиналып, өзара бірігіп сауда жасайды, бизнес жасайды. Екеуі қосылып бизнес жасайды. Мысалға, бұлардың барлығында юштарату лин'iqadiha, бұл айтылған келісім шарттардың барлығын ин'iqad, яғни байлануы үшін ин'iqad дейді оны терминдар. Ақырын қайталай береміз, бәлкім қалады бұл ұғымдар. Ин'iqad, яғни бір келісім шарттың байлануы үшін ин'iqad дейміз оны. Міндетті түрде ән якунул мал мутақауим. Малдың мутақауим болуы шарт. Мутақауим, құнды болуы шарт. فإن لم يكن متقوما لم ينعقد العقد. Егер мутақауим болмаса, құнды болмаса, ол жаңағы айтылған келісім шарт байламайды. Бір-бірін байламайды деген сөз. Түсінікті ме? Байлау. Яғни бұл жерде шер'i мағынада ешқандай бір үкім жоқ деген сөз. Мысалы, мен сенімен сауда қылып отырмын. Қылған саудада жаңағы алған мал ғайру мутақауим болып шықса, оның ешқандай бір мағынасы жоқ деген сөз. Бұл сауда, яғни мен ол жаңа хамырға ие болған жоқпын, сен менің ақшама да не болған жоқсың? Ие болған жоқсың деген сөз. Міне, дым жоқ деген сөз. Сол сияқты аренда, мен сенен бір үй аренда алып отырмын. Аренда құны ретінде бір нәрсені көрсеттім. Бірақ ол ғайру мутақауим болып шықты. Бұл сделка жоқ болып есептеледі. Есептелмеген. Яғни сен ол үйде тұруға құқығың жоқ. Ол да сен айтқан затқа оның несі құқығы жоқ. Алуға да құқығы жоқ, мысалға. Осы жерде білінеді. Ин'iqad дейміз. Жалпы қараңдар, сауда, бейр, сауда саттық болсын. Жаңағы айтылып кеткен бүкіл муамалат бөлімдері біз екіге бөлеміз. Ин'iqad болған, яғни байланған, сосын ғайру ин'iqad, байланбаған. Ғайру ин'iqad болса, ол батыл деген үкім болады. Батыл, жалған, яғни ешбір нәрсе емес деген сөз. Ешқандай бір мағынаны білдірмейді деген сөз. Батыл болады. Ғайру мунақид. Ал енді мунақид болса, ол да өзара екіге бөлінеді. Сахих болады, сосын фәсид болады. Сахих болады, фәсид болады. Сахих деген ол дұрыс деген сөз, фәсид ол да бұзық. Бірақ ин'iqadтың ішіне кіреді. Сауда байланады, бірақ қандай фәсид болып байланады, бұзық болып байланады. Сәл ластық бар деген сөз ол жерде. Түсінікті ме? Оны қалай айырамыз? Батыл, бір зат батыл болған кезде, батыл. Ол сауданың асылдарында проблем кететін болса, оларды иншалла алда дәрістерде айтамыз. Енді қазір болса, қосымша айтып кетіп жатырмын да сіздерге. Сауданың асыл рүкін дейміз оны. Сауданы былай ұстап тұрған тіректерінде егер проблем кететін болса, онда батыл болады. Мысалы, біздің мысалымызда жаңа ғайру мутақауим болатын болса, ол батыл болады. Өйткені ол сауданың дұрыс болуы үшін, оның міндетті түрде мутақауим болуы шарт. Түсінікті ме? Мысалға, бір мысал бердік, сол сияқты. Ал енді фасид қашан болады? Фасид ол байланады деген сөз. Яғни сауда байланды. Зат сенің мүлкіне өтті деген сөз. Ақша да оның мүлкіне өтті, бірақ күнәһар боласыңдар. Оны қайттан өздері келісіп, бұзуларын керек, қайтарып етуің керек. Енді мына жерде мынандай нәрсе бар. Фасидта сауданың асыл рүкіндерінде проблем жоқ. Міне, айырмашылық осыл батылмен. Тек қана сипаттарында проблем бар. Мысалға, жаңағы айтылған мал болды, мутақауим болды, бүкіл шарттар бәрі қарадық, орындалды, болды, байланды деген сөз. Сауда байланды. Бірақ
бір сипатта бір кемшілік кетті. Қандай сипат? Айталық, бір затты алып жатқан кезінде анау айтылып жатқан бүкіл шарттар орындалды. Мал, ғайру мутақауим, тағы да басқа шарттар бар, оны көреміз. Бірақ қарызға алып жатыр, уақытын белгілемей кетті. Мен мысалға сенен зат сатып алдым. Үй сатып алдым. Қарызға. Жайыз ғой, жайыз. Бірақ саудада затты сатып алған кезде қарызға міндетті түрде уақытын белгілеу шарт болып келеді екен. Міндет. Егер уақытын белгілемесең, яғни қашан қайтарасың, қалай қайтарасың, ай қанша қайтарасың, ол айтылмай кетті. Онда бұл не болады? Фасид болады. Оны қайттан бұзып, қайтадан сделканы қайттан жасау керек болады, дұрыстап. Бұзып, қайттан келіп екеуі қосылып, келісім жаттан дұрыстау керек, немесе мүлдем кетіп қала салады екеуі бөлек. Қандай айырмашылығы бар? Енді фасид пен батыл. Екеуі де күнә, бірақ бұл жерде ихтилаф жоқ. Батылда, фасидте күнә. Бірақ батылда ешқандай мағынасы жоқ. Фасидте мағына бар. Мүлк сенің нене өтеді. Жаңағы айтылған мысалы біз келістік, үйді алдым, қарызға деп алдым, уақытын белгілемедік, қалай төлейтіндігімді айтпай кеттім. Мәжһул, белгісіздік бар. Сол себепті шариат бұны фасид деп айтады. Қарап отырсақ, бұл жерде сипатында проблема бар. Мәжһул, белгісіздік бар бұл жерде. Немене төлейсің, қашан төлейсің, қалай төлейсің, қай уақытқа дейін төлейсің, белгісіздік бар. Екі келісім шартты жасағандардың арасында бір түсінбеушілік туындап қалуы мүмкін. Қатты ұрыс жанжал болып қалуы мүмкін. Сол үшін бірден шариат оны жайыз емес дейді, мұны фасид дейді. Бірақ егер мысалға мен алып ол үйге келіп отыратын болсам, кірдім, үйді алдым, онда ол үй мені ол алу арқылы менің меншігіме өтеді. Мен оған қарыз боламын. Бірақ қалай болды? Бұл үй қалай өтті менің меншігіме? Лас болып өтті. Түсінікті ме? Күнәһар боламыз. Қайтадан оны бұзу керек болады. Мысалға бұзу керек болады. Дейелік, мысалға мынандай жағдай болды. Шариат үкіметі келді, қарады, біздің сделкамызды зерттеді. Қараса, біздің жасаған келісім шартымызда жаңағы фасид болатындай бір не болды. Проблем туындады. Бұл нені бұзу керек. Өйткені екеуі күнәһар болып қалды ғой. Алланың алдында екен жауапқа тартылады. Сол үшін бұның жүгін азайту үшін бұны қайттан бұзу керек. Өйткені сұрағы ауыр ғой. Шариаттан бұзайық дейді. Давай. Ол айтады, мен ол затты жоқ болып кетті дейді. Ол зат жоқ болып кетті дейді. Үй болсын, немесе басқа бір зат болсын, жоқ болып кетті. Немесе басқасынан сатып жіберді. Түсінікті ме? Ол кезде қараңдар. Ақшасын анау қайтарып береді ғой. Енді мен заттың несін қайтарам? Құнын қайтарам. Яғни бірінші кезеңде анау келісіліп айтылған бағасы емес. Түсінікті ме? Бағасы емес. Мысалы мен заттың бағасын 10-ға сату мүмкінмін, бірақ құны 8. Мен 8 емес, 10 емес, мен 8 қайтаруым керек. Заттың өзін ба, сонда өзін ценасы. Құнын қайтарам. Қараңдар, мен мына жерде мен ананы сатып алу үшін оған мысалға 10 теңге бердім. Сосын 10 теңге бердім, ол алып кетті. Сосын шариат үкіметі келді, бұзу керек деді. Дұрыс емес деді. Фасид деді. Енді бұл мен болсам басқа бір сатып жібергем. Сосын келді, қарадық, бұл жерде 10 ба қайтарам оған? Қалай қайтарам? 8 ба? 8 ғана қайтарам. Соның жерде мен ұтылып қалғанмын болам. 10 бердім, ол маған 10 қайтарды, мен 8 бердім. Яғни ол кезде фасид болған кезде зат тауардың құны беріледі. Түсінікті ме? Яғни қарап отырсақ, бұл мәселеде жаңағы тауардың мутақауим, ғайру мутақауим, оның батыл болды ма, фасид болды ма, оған байланысты көптеген үкімдер өзгереді. Көрдіңдер ме? Көптеген үкімдер өзгереді. Біздің бұл мәселемізде, бүгінгі тақырыбымызда ғайру мутақауим мәселесінде, егер тауар ғайру мутақауим болып шығатын болса, яғни құнсыз болып шығатын болса, бұл жерде айтқанымыз, яғни онда ешқандай бір ол сауданың несі жоқ,
мағынасы жоқ. Ешбір үкім білдірмейді деген сөз. Сол себепті ол затты мен алғаннан кейін менің қолымда жоқ болып кететін болса, мен оған оның құнын төлеу маған міндет болмайды. Неге? Өйткені батыл болды. Түсінікті ме? Ол маған ақшасын қайтарады, а затты мен оған, заттың құнын қайтару маған парыз болмайды. Сосын. Бұны түсінікті ғой? Тағы да тауарды енді басқа жағынан қарайық енді. Жаңа біз құны бар, құны жоғынан мутақаввим, ғайру мутақаввим дедік. Енді басқа жақпен қарайық. Бір заттың бір жерден орнын өзгертіп былай жылжуына қарай, кей заттар орнынан жылжи алады, кейбір заттар еш жылжымайды, қатып тұрады. Манқул, ғайру манқул деп бөлінеді. Манқул жылжымалы, манқул. Мим бар, нун, қаф, вау, лям. Манқул, исм мафул. Манқул. Яғни жылжымалы мүлік. Манқул, ғайру манқул. Жылжымалы мүлік, ғайру манқул, жылжымайтын мүлік. Сөйтіп екіге бөлінеді. Ханафи мазхабында ғайру манқул, жылжымайтын мүлік тек қана асылында біреу. Ол жер есептеледі. Жер. Өткені жерді жақтан мына жерге дейін көшіре алмайсың. Ол тұрады. Қалғандардың бәрі манқул. Сол үшін біз мына жерде біз былай анықтама береміз. Ақар, жер. Хуа ма ла юмкину нақлуху мин махаллин иля махаллин ахар. Яғни жылжымайтын мүлік деген біздің Ханафи мазхабында түсінік, бір жерден екінші жерге оны көшіру мүмкін емес. Соған манқул дейміз. Ғайру манқул дейміз. Жылжымайтын. Ал манқул болса, ма юмкину нақлуху мин махаллин иля махаллин ахар, сауаун тағайярат хайатуху ау лам татағайяр. Өте маңызды. Бір жерден екінші жерге оны көшіру мүмкін болады. Ол жерде сауаун бірдей тағайярат хайатуху, оның қалыбы, оның не дейміз, алғашқы несі, алғашқы сипаты өзгерді ма, өзгермеді ма, оған қарамаймыз. Маңыздысы, әйтеуір бір жерден екінші жерге ауыстырылса, көшірілсе, онда ол манқулға айналады. Сол себепті Ханафи мазхабында үйлер, үлкен-үлкен ғимараттар, олар манқулға жатады. Неге? Өткені оны бір жерден екінші жерге көшіруге мүмкін ба? Мүмкін. Яғни алғашқы сипаты өзгеріп кетсе де, бірақ әйтеуір көшіру мүмкін болған үшін біз оны жылжымалы мүлікке жатқызамыз. Бірақ басқа мазхабтарда басқаша болып келеді. Мысалы, имам Малик, рахимахуллаху тааля, дәл осы мәселеде ол кісі бір нәрсе екінші жерге көшірілген кезде алғашқы сипаты сақталып қалу керек дейді. Соны шарт қояды. Онда имам Маликтің көзқарасы бойынша бұл ғимараттар, үйлер ғайру манқулға жатады. Жылжымайтын мүлікке жатады онда. Түсінікті ме? Бұл да өте маңызды. Бір заттың жылжымалы, жылжымайтын деп аталуында бір шариған көп үкімдер шығады қазір. Қазір көресіздер. Бірақ өткен жолда айтып өткен сияқты мен. Жермен бірге болатын болса, онда ол ғайру манқулға жатады. Мысалы, жер сенікі. Сол жердің үстіне ғимарат отырғызды, немесе ағаш отырғызды. Сол жерге қосылып, жермен бірге ол үй немесе ағаш, мысалға, ол да ғайру манқулға жатады. Жақсы ма? Иншалла. Енді қандай үкімдер шығады бұл жерде? Шар'i мағынада. Былай деп, мынандай үкімдер шығады. Әш-шуф'ату ла таджри илля фил ақар. Шуф'a хақысы. Тек қана жылжымайтын мүліктерде ғана болады. Шуф'a. Жылжымалы мүліктерде шуф'a жоқ. Шуф'a деген көршісінің, мысалы, көршісі бір зат сатып жатқан кезде,
көршісі барып не істеу алады? Оны сатып алған, келген сатып алушыдан тартып алу құқығы бар. Яғни тартып алу дегенде одан кеп сатып алу несі бар, құқығы бар. Мысалға, мына жерім үйім бар, жеріммен бірге, менің үйім бірге. Мен үй сатып тұрмын. Көршім, менің көршім тұр. Айталық, сатып тұрмын, бір кісі келді, алмақшы болып жатыр. Мен жай алайын сені үйінде дейді. Сол кезде көршісі қарайды, анау кісіні таниды да, анау мен қаламаймын, анау менімен көрші болғанын қаламаймын. Одан гөрі мен бұл үйді өзім ала салайын дейді. Көршінің ақысы. Келеді, көрші қалыңыз қалай, сіз үйді сатып жатыр екенсіз ғой, сатып алушы адам кеп тұр екен ғой, уже кесіп қойған, договорын бәрін жазып қойған. Ол келеді, мен бірақ бұл договорға разы емеспін, мен өзімнің шуфа құқығымды пайдаланып, мен бұл үйді мен аламын дейді. Болды. Анау, мен сатып алып қойдым, бітті, мені қара, договор жасап қойдық. Шариғат оған шуфа құқығын беріп қойған. Көршісінің не істеу? Көршісінен затты сатып алу. Бұза алады. Яғни, бұл жерде маңыздысы, ол отказ бермеу керек. Мысалға, сатып тұрған кезде, көршісіне мен сені үйінде алмайын деп айтпау керек. Алмаймын деп отказ беріп қойса, онда болмайды. Ол мысалы, ол сатып жатыр, көршісі үнін шығармады. Үнін шығарған жоқ. Мысалы, біраз жүрді, сосын барып бір саудагерге бір сатып алушы келді, енді бітті алмақшы болайын жатқан кезде, мен келе қойып, мен бұны алам деп алсам болады. Яғни саған шариғат бұл жерде саған ешнәрсе айта алмайды. Өйткені шариғат, заң, шуфа. Шуфа деген осы. Бұл тек қана қандай жерлерде? Ғайру манқулдарда ғана болады. Ал манқулдарда жоқ. Мысалы, мен мәшінәмді сатып тұрмын. Мәшінәмді сатып тұр, көршім келіп тұр, мен шуфа ақын қолданып, кешір, бұл манқул, жылжымалы мүлік. Сен кешіріп қалдың, сатып жердің басқасына деп уже айтасың. Мысалы, ұстаз, мен машинаны арендаға алдым ғой. И жаңа хозяинның өзі, иесінің өзі жаңа машинаны қайтадан алып алды да, мысалы. Мен мысалы басқа бір адамға сатайын деп едім, сол иесінің барып та, мен өзім ала салайын, сатпай қой дейді. Соны деп қойды ғой. Басқа мәселе бұл. Бұл екеуінің келісімдерін ғой, келісулерін. Сен оған сатпасан да болады да. Сен одан кезін сатып алғасың ол машинаны. Дұрыс па? Одан сатып алғасың. Енді басқа біреуге сатып атсың. Анау бірінші саған сатқан кісі қайтып кеп тұр. Сен оған сатпа қой, маған қайтып сата сал деп тұр. Яғни бұл жерде сен қаласын оған сатсан да болады, сатпасан да болады. Бірақ анамен уже келісіп анамен уже кесіп қойсан, анаған сатуың керексің. Анаған сатуың керек. Абылай күнә болып қалды. Дұрыс емес ол. Ол біріншісі. Сосын екінші мәселе. Изакана алал қасыр дейну. Мысалға, бір баланың, балағатқа жетпеген баланың қарыздары бар. Қарыздары бар. Әкесі жоқ. Әкесі жоқ. О балаға қарайтын несі бар? Уәси дейді, уәси, уәлисі бар. Мысалы, ағалары, әкесінің бауырлары уәси. Бала қарызға түсіп қалды. Мысалы, балағатқа жетпеген бала. Оны шариғатта қасыр дейді. Бала өзі барып төлей алмайды оларды. Неге? Баланың атынан уәлисі істейді бүкіл істі. Бұл жерде ябтаул васиу фи адаихи би бей'ил манқулат. Ең алдымен, баланың ақшасы жоқ, бірақ заттайды нелер бар, тауарлары бар. Мысалға, үйі бар, жері бар, машинасы бар, немесе тағы да басқа тауарлары бар. Енді анау бала қарыз болып қалды. Бір себептермен, Аллаху алам, әртүрлі себептер болуы мүмкін ғой. Бала қарыз болып қалды, балағатқа жетпеген. Енді бұл жерде баланың қарызын қайтару керек. Аналар келіп тұр, қарызын қайтарыңдар дейді. Ақша жоқ, бірақ зат бар қолда. Сату керек әйтеуір. Қайсы жерден бастаймыз? Мұн жерде міндетті түрде тек қана бірінші жылжымалы мүліктен бастаймыз. Бірінші жылжымалы мүліктерді сатып аламыз, сосын қарыздарды жабамыз. Одан кейін барып, егер қарыз жабылмай жататын болса, сосын барып уже жылжымайтын мүлік, яғни жаңағы жерді
сатып, немесе үймен бірге жерді сатып, сосын барып қарызды қайтарамыз. Әйтпесе, мына жерде мысалы былай тұр. Қарадым, бірінші қазір үйді сатсам, бүкіл қарыздарды бәрін жауып тастайтын сияқтымын. Артығымен де қалып қоятын сияқты. Не қыламын мыналарын сатып тұра берсін? Жоқ, болмайды. Бірінші анау жылжымайтын мүліктер сатылады. Сосын барып қаралады, егер жетпей жатса ғана, сол кезде жылжымайтын мүлік сатылады. Мысалға. Бұл да тағы бір мәселе. Бұл жерде әрине жаңа баланың пайдасына ескереді. Өйткені жылжымайтын мүлік ол әр заман тұрақты болады бағасы. Пайдасы көбірек. Жетімдерге ғана ма? Жетім, көбінесе жетімдер ғой мына жерде. Яғни әке шешесі жоқ, басқа адамның қарауында болған балалар. Егер әке шешесі болатын болса, онда баланың қарызы әке шешенің қарызы. Түсінікті? Ол жерде не жоқ. Бұл екінші мәселе. Бірінші шуфа мәселесінде шығады. Екінші бұл жерде қарыз болып қалған кезде бала. Бірінші жылжымайтын мүліктен бастаймыз. Сатып сосын. Үшінші мәселе. Бұл да өте маңызды. Ат-тасарруфу фи шейин муштара qabla qabdihi jaza fil aqar khilafan li Muhammad wa la yajuzu fil manqul. Мен біреуден бір зат сатып алдым. Мысалға жылжымалы мал. Кез келген жылжитын. Мысалы машина болсын, кез келген бір кітап болсын, немесе бір сауда тауарлары болсын, сатып алдық. Келісімшарт жасалынды. Бітті. Договор жасалынды, келістік. Мен оған керек болса ақшасында не істеп қойдым? Жіберіп қойдым уже, оның несіне, счетына түсіріп қойдым. Тек қана бір мәселе, тауар әлі маған жеткен жоқ. Тауар маған жету керек. Мен клиент шығып қалды бұл жерде. Маған осындай заттар керек депті. Ал бірақ тауар әлі маған келген жоқ. Мен алдымда, жарайды, мен тауарым бар, жолда, мен әлі алған жоқ, бірақ маған келеді. Мен саған соны саттым. Ол маған келіп ақшасын береді. Пәленше уақытта келеді, өзі қарсы алып, өзін алып кете бер деп адам айтып жүр. Бұл жайыз емес. Түсінікті ме? Бұл жайыз емес. Яғни жылжымайтын мүлікті сатып алынған жылжымайтын мүлікті басқа біреуге сату, немесе сол сияқты тасарруф, мысалы сыйлау, мысалы арендаға беру, деген сияқты көп муамалаттағы үкімдердің көбісі қашан орындалады? Қабыс. Қолға түсіргеннен кейін барып, не істей аламын? Мен оны өткізе аламын. Жылжымайтын мүлікте. Ал жоқ, жылжымалы мүлікте. Ал жылжымайтын мүлікте онда шарт жоқ. Мысалға мен отырмын, айталық Қазақстандамын, бір бауырымызбен келістік, оның Өзбекстанда жері бар. Сатып алдым, ұнады, бірақ әлі неткен жоқ, қолыма түскен жоқ, яғни барып, оны неткен жоқпын, өзім меншігіме өткізген жоқпын, қабыз жоқ бұл жерде. Тек қана мысалы келістік, қағаз жүзінде ақшаны жібердім. Сосын барып, басқа бір адамға сол жерді әлі мен өткен жоқ, маған әлі бүкіл документтерін, нелерін бәрін тапсырған жоқ мысалға. Әлі қабыз жоқ, бірақ келісім шарт жасалып қойды, ол менің мүлкіме өтті. Ақшасını беріп қойдым. Басқа бір адамға оны сататын болсам, жайыз ба? Жайыз. Жылжымайтын мүлікте қабыз шарт емес. Бірақ соған қарамастан имам Мұхаммед келіспейді. Имам Мұхаммед жылжымайтын мүлікте де қабыз шарт деп айтады. Жылжымайтын мүлікте де қабыз шарт деп айтады. Иә, болады. Мысалы, қазір тауарлар атыраудан неден алып келеді ғой? Алматыдан неден соны реклама етеді. Әлі келген жоқ, қолына түскен жоқ. Ол міндетті өзінің қолына түсу керек те. Реклама проблема емес. Жоқ ана, мысалы келетті айтады де маған бір 10 штук алып қойшы, ақшасын лақтырып кетеді ана. Жоқ. Иә, болмайды ол. Бірақ сен уже ақшасын бәрін келісіп қойдың. Сен тауарын келе жатыр. Иә, ақшасын салып жүрдім аметқа. Ол саған салып жүр, бірақ әлі сен қолына түскен жоқ. Түскен жоқ әлі. Оны сата алмайсың. Сені алуың керексің, сосын ба сатасың. Я болмаса просто не болмау керек. Сауда болмау керек.
сөз беру керек. Иншалла қолыма түскесін, мен саған беремін. Ақшасын сосын кигесін бересің маған. Деп келісіп қоясың мысалға, сосын барып тауар түскесін барып уже оған сата бересің. Егер манағыдай істесе, келмеген тауар жасау фасид. Фасид жайыз емес. Жайыз емес. Фасид болады, дұрыс айтасың. Батыл емес, фасид болады. Фасид болады. Ama kabız bulma sodası. Fasит Фасид болады, фасид.